Сәлеметсіздер ме? Уақытша қаржылай қиындықтарға тап болған кәсіпкерлер үшін салық кодексінде қолдаудың екі құралы көзделген. Кейінге қалдыру, төлемнің толық сомасын 6 айға дейін кейінге қалдыру, бөліп төлеу, қарызды 3 жылға дейін бөліп төлеу мүмкіндігі. Төлем бекітілген кесте бойынша жүргізіледі. Кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу алу үшін әдетте мүлікті кепілге қою немесе банк кепілдігін ұсыну қажет. Егер бөліп төлеу мерзімі 1 жылдан асса, кепілзат ретінде жылжымайтын мүлік немесе банк кепілдігі болуы тиіс. Егер салық төлеуші төлем кестесін бұзса, кейінге қалдыру немесе бөліп төлеу тоқтатылады және өндіру шаралары қолданылады. 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап шағын бизнеске бөліп төлеуді алу жеңілдейді. Қарыз сомасы 1500 айлық есептік көрсеткішке шамамен 6 миллион теңгеге дейін болса, басқа берешектер мен қолданыстағы бөліп төлеулер болмаған жағдайда кепілсіз бөліп төлеу беріледі. Өтінішті қарау мерзімі 10 жұмыс күніне қысқартылған. Өтінішті халыққа қызмет көрсету арқылы мемлекеттік кірістер органдарына немесе салық төлеушінің кабинеті арқылы беруге болады. Назарларыңызға рахмет, сіздердің МКД.